Ассалаумағалейкум, кеш жарық баршаңызға. Бүгін бізде күн 10 мамыр, яғни бүгін күн жұма. Бүгін жұмада көп тапсырыс болады деген сенімдеміз. Қазір такси қызметіне шығып жатыр. Қазір сағат кешкі сағат 8-ге 15 минут қалыпты. Менде еске сала кетейік, менде эконом тарифы Ақтөбе қаласы бойынша такси қызметінде Ақтөбе қаласында тұрамын. Такси қызметінде жұмыс істеймін. Осылай күніге қосымша айта кететін мағлұматтар, қазір бізде 3 тарифте қосылып тұр. Ол яғни эконом тарифі, жеткізу қызметі және курьер. 3 тапсырыс қосылып, 3 тарифте қосылып тұр. Қазір көреміз. Қала бойынша коэффициент 100-ден 400 теңгеге дейін, бірақ мен тұрған ауданда ешқандай коэффициент жоқ. Яғни ол үшін қалаға қарай кіру керек, орталыққа қарай. Жақсы, күндеріңіз сәтті өтсін. Желде жүрген жігіттер, сіздерге де ақ жол, жолдарыңыз болсын, табысты болыңыздар. Ал демалып жатқан жігіттер, сіздерге демалыстарыңыз сәтті өтсін. Айта кететін жағдай, кешеде бір кол пайда болды. Менде бір жолаушы бағаны бергенде бір жұлдызша берген сияқты. Сол себептен менің рейтингім 4.94-ге дейін түсіп кетті. Бірақ ол кісінің өзі де қызық, ер адам мен әйел адам, енді жастар, енді былай. Маған айтады, сен осындай подъезде мен 1 мен 2-нің ортасында тұрмын. Бірден шыққанда, күн жаңбыр болып жатты, қатты. Сосын бірден шыққанда, машина парковканың арасында ол шыққан көрінбейді да маған. Дым жазған жоқ. Сосын ешқандай подъезд указывать еткен жоқ. Сосын енді мен 2 мен 1-дің ортасында тұрдым. Сосын бір уақытта жаңа жігіт жынданады, ашуланады. Мен бір деп тұрған жоқпын, подъезд көрсетпей ма сен деп, көрсетеді ол сенде деп, наезжать етеді да маған. Сосын мен айтқанмын, енді указывать етпейсіз ба подъезді деп. Содан мен қол алып қалған сияқтымын ол кісі. Бірақ 4.94-тен менікі 1-ден 5-ке көтеріп кетті рейтинг. Неге олай көтеріп кетті, әлде Яндекс солай болып тұр ма, білмедім оны. Мүмкін ол кісінің бағалағандағы бір жұлдызша маған әсер етіп кетті ме, 4.94 болды, сосын плюс 5 приоритет болды. Енді қазір 5-ке қайттан көтерілді. Яғни бізде 6 приоритет, плюс 6 приоритет. Ешқандай брендинг жоқ менде машинамда. Сол айта кететін жағдай. Негізі тағы бір плюс 2 приоритет қосып алуымызға болады, егер Яндекс заправкамен заправить етсек. Менде заправка бәрінен. Алғашқы тапсырыс шықты. Бұл платный тапсырыс, ақылы тапсырыс. Барғанға дейін 4,5 шақырым. Ол таза ақылы тапсырыс. Кеттік. Бөкенбай батырға дейін бізде 11 шақырым, 20 минутымызды алады екен. Кеттік алғашқы тапсырысқа. 19-18 минут, 1420 теңге. Мынау енді ол кісіде 10.000 теңге болды. Менде 10.000 теңге не істейтін ақша жоқ. Енді қазір курьер қызметі, жеткізу қызметі қазір бір жерге тұра қалып, затымызды алып, есіктен есікке дейін. Негізі мына Каспийге салып жіберем дейді, бірақ келесіде бұндай қателікті қайталамыздар. Мен 2-3 рет аузыма ұрылды, 1900 теңге сондай ақшалар кетіп қалды. Сол себептен ондай істемеңіздер, ақшаны бірден алыңыздар, мүмкіншілік болса. Адамға байланысты ғой, бірақ дегенменде нөмірін тастап кетеді. Менде 2 рет 2000 теңгеден ақшам бостан-бос салып жіберем, брат салып жіберем деген сонымен кетті ғой бүкіл ақша. Сол себептен ондай қателікті қайталамаңыздар. Әлде тек осылай жеткізу қызметін қосып қойсақ па екен. Мағанаңызшы, 4,5 шақырым, 990 теңге. Есіктен есікке дейін. Тарас Шевченко деген көше, бұл деген жақын ГМЗ. Қазір біз Болашақ районындамыз. Ол ГМЗ-да. Кеттік. 990 теңгеге шықты. Тапсырыс. Келесі тапсырысқа бара жатырмыз. Манағы жігіт 1410 теңгені аудармай-ма көреміз. 10.000 теңге болды ол кісіде қолында шынымен де. Бірақ Каспийге салам, сосын келіншегім арқылы аударам деп еді. Бұны көреміз.
Енді ол ар намысына байланысты ұят болса аударатын болар. Құрметті көрермен, кеш жарық. Мына кісі 1420 теңгені аударды. Өте күшті, керемет, керемет. Служба поддержки жаздым. Сол кісінің телефон нөмірі бола ма деп білмеймін, бере алмаймыз біздер дейді. Егер де тек заявление не түскен жағдайда, полициядан түскен жағдайда заявление қабылдайды, арызды қабылдап, сол кісінің арқылы контакт нөмірлерін бере аламыз, былай бере алмаймыз. Енді мен қалай не істесем десем, бір участковыйға барып жазу керекпін. Сол себептен несі көп екен, машақаты көп екен. Егер де сіз тапсырыс алған жағдайда жаңағыдай скриндеп алыңыз телефонға. Сосын өзіңізде қалатын сияқты нөмірі. Мен өзім ойымша. Сосын звондап айтып жібересіз. Болмаса жаңа асықпай сол жеріне теріп алып нөмірін звондап отырсаңыз да жақсы. Бірақ ол адамға байланысты. Ол алдында біреуге звондап, оны мен өзі ұялып, өзім ұялдым уже қарызымды сұрай беруге. Здравствуйте, есть нет на въезд дейді. Болған жер. Алло? Да. За перцем стоите? Вот я перед входом стою уже. Все, двое мужчины, да? Все, я... Да, все, сейчас. Ага. Жаңа кіріп келе жатқанда екі жігіт тұр еді. Сол жігіттер екен. Бәсе маған ұзақ қарады кәдімгідей. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Газымыз бітіп қалды, қазір газға заправить етеміз, осы тапсырыстан. Сутки ехать там. Он и вот, бля, без конца, что там. Пожалел, бля. Он махаться мне, ты же за рулем, бля. Что? Я не вижу. Вперед никогда не садись, и даже это такси не заказывайте. Бля. У каждого есть такой. Там еще желтый будет. О, вот здесь там. Не, ты сиди. Нет, ты до этого дадим. Куда ты дадим? Вот ты в натуре. Брат, Рахмет тогда, все. Заверши, да? Да, все хорошо. О, бля. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Так, Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Мен Для мына жерден улучшения газ качества заправкалар обслуживания керекпін. поставьте нам оценку в приложении. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле Құрметті свои көрермен, вещи. сағат Для 11 улучшения болды. качества Жаңа обслуживания соңғы тапсырысты поставьте нам аяқтадық. оценку в приложении. Рауанға келдік. Рауан деген қаланың сыртында, шамамен 10-15 километр, 15 шақырым жер. Соңғы тапсыр, мына үйге жап-жақын. Сол себептен мынаны нәтижені айтайық. Қанша тапсырыс жүргенімді. Так, 11 тапсырыс, 8947 теңге таза табыс. Кішкене демалайық, ертең шаруа көп бұйырса, достарымызды Алматыдан келеді қыдырып, соны күтіп алу керек. Лимузин жалдап жатырмын достарыма. Бір не ғой, аэропорттан жаңа имейдін апарып тастайтын лимузин бұйырса. Лайықты күтіп алам ба деген өзім ойым ғой. Ішінде бір досымның туған күні, 10 күні. Кеше 10, яғни бүгін 10. Бүгін 10 ғой, иә, бүгін 10. Сол. Жақсылап демалып келді, сол. Лайықты күтіп алам деген ойым ойымда. Көңілдерінен шықса егерде. Сол бұйырса мана кез сөйлесіп қойдым. 15 мың деп еді, 10 мың теңге кішкене сындырып. 20 адам лимузин, мини бар, бәрі бар ішінде. Сол, роликті аяқтайық, аманшылықта, соншылықта. Ертең мүмкіншілік болып жатса, мүмкін такси қызметін шығармыз.
жақсы сау болыңыздар.